Отбасы дегенде көпшілігіміздің көз алдымызға қайратты әке, мейірімді ана, жатырған балалар келеді. Шынында да солай. Отбасын бақыт үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Және мүшелерінің сыйластығы, махаббаты, бір-біріне тиген құрметі мен сүйіспеншілігі болса жетіп жатыр. Менің де отбасым ең бақытты жанұя деп ойлаймын. Қасымда құран болар әкешім, әлемдегі ең мейірімді жан анашым бар. Кез келген уақытта қысылмай көмек сұрай алатын, мен деген жаны бөлек бауырларының ортасындамын. Таңертең анам бетінен сүйіп оятады. Сабақтан қайтқанда да солай. Кейде туған үйінің жылуы анашымның ыстық құшағында деп ойлаймын. Ал әкем үйіміздің тірегі. Біздің сапалы білім алуымыз үшін көлемімізді көп, қарнымызды тоқ болу үшін аянбай еңбек етіп жүрген жан.